Жаңа ғана үйге қайтып келе жатқанда болды. Райымбектен оңға Тілендиевке қарай бұрылғаным сол еді. Алдымнан екі қолын ербелеңдетіп машинаның астына түсетіндей бір кісі тұра жүгірді. Бір нәрсе болып қалды ма деп тоқтап едім. Орта жастағы қолы май-май бір кісі жүгіріп келді. Інім, Шарби кетіп қалды. Машинада ақсақал бар еді. Осындай жерге жеткізіп тасташы. Үлкен кісі еді. Бір сағаттан асты. Қуыққа трубка салынған еді. Шыдамай отыр деді. Барар жері Момышұлының бойындағы қарттар үйі. Жақсы дедім. Рысқұлов кептелек екен. Ұзақ тұруға тура келді. Ақсақал басында ауыл қай жақ, қай елсің, не істейсің деген әдеттегі сұрақты қойды. Жас жігіт екенсің. Бір нәрсе айтайын. Айтыңыз ата деп ұялы телефонның диктофонын қосып қойдым. Оқан-тоқан бала көрінесің. Әлі өсесің. Қызметке қолың жетеді. Бірақ бір нәрсені есте ұста. Билік мәңгі емес. Қолың жетсе, адам баласын қорлама. Билік қолында екен деп, адам қорлаған, иттіктің көкесін жасағанның бірі мына мен. Артыма бұрылып тұрып қарап қалыппын. Шын мойындаума, өтірік дүние ма десем керек. Ішкенім артымда, ішпегенім алдында шалық өмір сүрдім. Бүгін қарттар үйіндемін. Жас кездегі жамандыққа қайтарым. 3 әйел алдым. Бірінші әйелім билікке қол жетпеген кезде үйленген. Өмірдің шыжығын бірге көрген. Жақсы жан еді. Кейін қызметке қол жеткен соң, ақша бітіп, көзге шел біткен соң, айналамызда сұлу, сылқым көбейді. Бәйбішені ұмыттық. Түсінігі мол адам еді. Аңшыңсыз ажырасты. Шағымданса ол заманда партиядан қуылып, жұмыстан кетіруге болатын заман. Бірақ өйтпеді. Оған өккен мен жоқ. Үй бар, шопыры бар, көлік тұр, сұлу сылқым айналада. Екінші әйелім Қызылорданың қызы болды. Жаңағы беті қызылдың бірі. Мен емес, көкейі ақша екен. Сондықтан үйленбесең айтарым. Әдегеннен дүние сұраған, беті жылтырдан 5. Өмірдің шыжығын бірге көруге дайын, әр нәрсені түсінетін, көңіліңе қарайтын, шын жаны ашитын адам ғана теңің. Сұлулығын бұлданып сырында, шынында айтпайтындар. Қолыңнан билік пен ақша кеткенше ғана. Бәйбішемнен 2 ұлды болдық. Қарап отырсам, бақыт деген сол бала шағаның дүниеге келгені. Пәтерден пәтерге көшіп жүріп, үйлі болғаның. Қызметтен қызметке өскендегі у-шуы мол қуаныш. Екінші әйелім ақша, дүние, кейін барда жайдары. Жоқ болса, бар жақсылығыңды 3 минутта жамандыққа айналдыра салып, қарап отыратын. Еркеліктеп мән бермеппін. О патшағардан бар көргенім төсек қатынасы. Басқа бақыт көрмеппін. Кейін билік тайған күні күліп тұрып, күлі болмасаң бол деп есікті жауып кете берді. Бәйбішеме қайта бардым. Өсіп қалған балаларым онша қабылдамады. Бәйбішем қабылдап, кейін қызметке қайта қол жеткіздім. Қызмет өскен соң қайта баяғы өмір. Жанұямды тағы тастап, қайта бір сылқымға үйлендім. Тағы жанұялық бақыт емес, төсек қатынасын таңдадым. Оқиға тағы қайталанды. Екеуінен де бала шағалы болмадым. Кейін тақты бақта кеткен соң, әр нәрсенің басын шалып жүріп, ақыры жеткен жерім қарттар үйі болды. Әйтеуір өлмегеннің күні. Қызметте жүргенде ініме үй алып беріп, жұмысқа тұрғызып, сүйреп едім. Қазір келіп анда-санда алып кететін де сол. Кезіндегі жалғыз жақсылығым сол. Бүгін қайтарып жатқанда сол. Бүгін үйінен қайтып едім. Жолда көлік бұзылып. Кезінде қызметтеміз деп қарапайым адамдармен сөйлесуден де қалыппыз. Қазірде қария болып, салиқалы әңгіме айтып, шежіре тарқатып, әңгімен айтып бір қарттың өмірін сүру жоқ. Газет оқимын, телевизор көремін, саясат соғамын. Анау ана жерге келіпті, мынау мұнда кетіпті. Іштей мына анау бір итау деп пасық болжам жасаймын. Бірақ ол кімге керек? Өткенде министрліктен адамдар келді. Баяғыда қызметте жүргенде бір жас жігіт келіп еді. Қарамағыма. Сол байғұсқа істемегенім жоқ. Боқтығымды да естіді. Елдің өзінше жерден алып жерге де салдым. Ақыры қызметтен қуып жібердім.
Маған сол баланың не істеп қойғанын білмеймін. Қызметтің буы әйтеуір жақпады. Өткенде сол қарттар үйіндегі тексерісті бастап келді. Екеуміз бір-бірімізді жазбай таныдық. Бірінші қатарда отыр едім. Келіп амандасты. Амандық сұрасқаннан басқа ештеме демеді. Бірақ көзінен шек көрудің өмір алма кезек жетіпсің жетер жеріңе деген жазуларды оқыдым. Жер шұқып отырып қалдым. Не ексең, соны орасың деген рас. Бүгін еккенімді орып отырмын. Кезінде сүйіп қосылған жарыма, балама қарамадым. Бүгін олар да маған қарамайды. Кезінде талайға иттік істедім. Алдымнан сол шығып жатыр. Балам, бақыт деген қызметте, ақшада, тілі тәтті сұлуда, жылтыраған көлікте емес. Бақыт деген тату тәтті отбасың, қарапайым жарың, бала шағаң. Анда-санда жылт ете қалған қуаныштар. Елмен емін еркен жүзің жарқын, әңгімелесіп, бір шәугім шайды тыныш ішу. Қайналып жүріп үй салып біткендегі қуанышты көрсең, тірнектеп жүріп көлік ал. Әкем көлік алды деп, бала шағаңның қуанғанын көрсең. Көрген жерде аға сіздің шарапатыңызды көріп едім. Рахмет деп, алдыңнан аңқылдап інілерің шығып тұрса. Сондай бір қарапайым нәрселер бақыт. Иттігің бәрібір алдыңнан иттік болып шығады. Ентігіп отырып айтқан әңгімесі осындай. Өзі сөзшең де адам емес екен. Талай нәрсе айтқысы келген түсіндім. Бірақ жеткізе алған осы. Момышылындағы қарттар үйіне жетіп, ішке кіргізіп жібердім. Алдынан ақ халатты жас қыз күтіп алды. Сіркілдеп кіргізіп бара жатты. Туысы деп ойлап қалды ма, қалқылдап сұрап алады. Ерте келмей ме екен? Қаңғытып тастап кетеді. Алып кетіп не қыласыңдар? Сасып кетіпті. Шуындырып әкелмейсіңдер ме? Пенсиясы ғана керек сендерге. Жүрегім зірк ете қалды. Көз алдыма шалдың айтқандары. Қазір титтей қызмет сымағы бар, бірақ аспаннан салбырап түскендей болып жүрген біреулер келді. Ойланып кетсем керек. Бағдаршамда тежегіште жіберіп қап, алдымда тұрған машинаны тық еткізіппін. Меңзен қалыппен шықтым. Қазақ екен. Келіп қарады. Күліп, ештеме жоқ екен деді. Сосын қол беріп абайлап жүре ғой бауырым деді. Ішімнен риза болып кеттім. Сен тошын жаңағы ақ сақалдай өмір сүрмейсің бауырым, деп ойладым іштей. Билік, ақша, шылтыр, көлік, алты қабат асапнек, сұлулық, атақ, бос сөз. Жүрегі тыныш адам ғана бақытты. Жүрегі тыныш, тек жақсы адам ғана. Жаман адамның жүрегі ешқашан тыныш болмайды. Бүгін қорлайды, ертең қорланады. Сөйтіп иттікпен өмірде өтеді. Жақсы адам, жақсы іс қана жақсы өмір сүруге лайық. Жақсы адам болайық ағайын.